Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен тасбақа тортының рецептімен бөліспекшімін. Ол үшін жұмыртқаны сарысынан ажыратып алып, жұмыртқаның ағын көпіршітеміз. Әбден көпіршіген соң, сарысын қосып, тағы да араластырамыз. Енді ұн мен қопсытқышты жаймен қасықпен араластырып отырып саламыз. Тестамыз дайын болды. Енді осыларды дөңгелекше етіп пісіріп шығамыз. Менде 3 листі болды. Үшеуін біртіндеп пісіріп алдым. Торттың кремін жасаймын. Ол үшін қаймақ пен сгущенканы араластырамын. Қаймақтың орнына айран қосса да болады. Менің балаларыма қаймақ қосқан ұнайды. Сіздерге видео ұнады деген сенімдемін. Ұнаса тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.